Зейнеп яхтаға кіріп келеді. Серхат, не істедің? Джан өлме, ол тірі екен, тек қан кетіп жатыр. Жедел жәрдемге хабарлас, деді Зейнеп. Серхат есін жия алмай отырады. Сол кезде Джихан да келіп қалады. Серхат, не істеп қойдың, дейді. Джихан жедел жәрдемге хабарласады. Серхатқа, сен тез кетіп қал, полиция келмей тұрып, дейді. Серхат, жоқ, ешқайда бара алмаймын. Ол менің қаруымды алам деген кезде оқ атылып кетті, дейді. Жан Зейнепке сумкадағы хатты алда Серхатқа оқы, дейді. Зейнеп оны сумкасына салып алады. Серхат есін жия алмай отырады. Зейнеп, Серхат, Джихан дұрыс айтады. Полиция келмей тұрып кетейік, дейді. Екі қызыңды ойла. Анасы комада, сен де абақтыға түссең не болады? Зейнеп Серхатты яхтадан алып кетеді. Машинаны өзі жүргізеді. Джанды Джихан жедел жәрдеммен ауруханаға алып келеді. Джихан Серхатқа хабарласады. Біз Берак жатқан ауруханаға келдік. Полиция келеді. Барлығы тынышталғанша келме. Үйге де барма, қонақ үйге де барма, дейді. Илким мен Хаял алқаға таласып қалады. Илким айтады. Анам айтқан, егер мен медаль алсам, сен аласың деген. Хаял, өтірік айтпа. Анам айтқан, мен консерваторияға түссем, саған беремін деген, дейді. Ерегесіп екеуі алқаны үзіп алады. Хаял алқаның үзілгеніне жылап қалады. Илким айтады. Анам айтқан, сен жылау оқысың, әлсізсің, саған қарап жүр деп үнемі айтатын, дейді. Хаял, ал сен ақымақсың, анам айтқан, сен ешқайда түсе алмайсың деп. Екеуі бірінің құлақ қабын, бірінің көзілдірігін сындырып, аулаға лақтырып жібереді. Серхат Зейнепке, кері бұрыл, ауруханаға барам, бір жерге тоқта, дейді. Зейнеп Серхатқа машина кілтін бермейді. Біз ешқайда бармаймыз. Джан есін жисын, дейді. Серхат, сонда мені жасырынып тығылып отырам ба? Қыздарымды солай қорғаймын ба? Зейнеп, сен қыздарды тапаншаны алып, ағаңа барғаннан бұрын ойлауың керек еді. Мен айттым қыздарды ойла деп, ал сен оларды ұмыттың, кектеніп кеттің, дейді. Бұл байқаусызда болды ма, дейді Зейнеп. Серхат, иә, тапаншаны менен алмақ болғанда оқ атылды, дейді. Берак өз күнәсінен қашқан адам. Ал мен қашпаймын, істегенімді мойнымен көтерем, кілтті бер, ауруханаға барамын, керек болса абақтыға да отырамын, дейді. Зейнеп амал жоқтан кілтті береді. Жолда келе жатып, Зейнеп Джан берген хатты сөмкеден алады. Саған оқыған соң барлығын түсінесің деген. Сондай халде жатып, ол өтірік айтпайды. Мүмкін сен білмейтін нәрсе шығар, дейді Зейнеп. Серхат, жоқ, оқыма, жырта лақтырып таста. Жетпегені солардың махаббат хикаясын оқиын ба, дейді. Жоқ, хатты жырта алмаймын, хатта маңызды нәрсе болу керек, деп Зейнеп хатты өзі іштей оқи бастайды. Хатты оқып Зейнеп, сенің ағаң емес екен, дейді Серхатқа. Олардың арасында ештеңе болмаған екен, дейді. Серхат Берактың хатын тыныш жерге, теңіздің жағасына барып оқиды. Берак хатта былай жазған. Джан, сен менің екі үлкен күнәмді білесің. Серхаттың көзіне шөп салып, қызымды тастап кеттім. Мен жеркенішті әйел, мейірімсіз анамын. Менің бұл сырымды сақтайтыныңды білемін, өйткені мен де сенің құпияңды білемін, деген. Серхат екеуміздің махаббатымыз баяулап қалды, әлсіреп қалғандай болды. Мен нағыз махаббатқа лайық екенімді дәлелдегім келді ме, білмеймін, сол бір жауыздың қақпанына түсіп қалдым. Серхат, Илким мен Хаял және тастап кеткен қызымның алдында ұяттымын. Мен оны есімін Кадер деп қойдым. Жауыз әке мен тас жүрек анасы бар. Кадердің әкесін кім деп менен сұрама. Бұл өмірде менен де нашар адам болса, ол Кадердің әкесі, деп Берак хатта жазған. Зейнепке Себем ханым хабарласып, бала күтуші қайда жүрсің? Қыздар қырылып үйді басына көтерген. Зейнеп, мен кеткенде бәрі тыныш еді, дейді. Неге сен жұмыс орныңда емессің, қайда жүрсің? Зейнеп, тірліктерім шығып қалып еді, дейді. Себем ханым, жоқ, сен енді жұмыс істемейсің, келіп сіңіліңді алда кет, дейді. Серхатқа барлығын айтып беремін, деп телефонды өшіріп қояды. Кадер қарны ашып өзі бутерброд жасап жатады. Себем ханым келіп, не істеп жатырсың? Асхананы былғадың, дейді. Әпкең келсе кетесіңдер, киімдеріңді жинастыра бер, дейді. Кадер, қайда барамыз, дейді. Қайдан келдіңдер, сонда барасыңдар, дейді. Серхат пен Зейнеп ауруханаға келеді. Джиханға, мен Жаннан кешірім сұрау керекпін, дейді. Джихан Зейнепке, сен Жаннан бір қағаз алдың, не ол, дейді. Серхат, Берактың хаты, дейді. Джихан, ұятсыздар, бір-біріне хат жазған ба, дейді. Серхат, жоқ, олай емес, Жанның күнәсі жоқ екен, дейді. Кадердің әкесі Жан емес, дейді. Джихан Зейнепке, Беракқа қоңырау шалып жүрген номердегі адамды таптым, ертең барып көремін, дейді. Зейнеп, мен де барамын, дейді. Жан полицияға
қаруды сүртіп отырып байқаусызда атылып кетті деген екен. Кешке Зейнеп, Джихан, Серхат үйіне келеді. Анасы күтіп отырады. Мына қыздар қараусыз қалған. Серхат, шаршап тұрмын, демаламын деп анасының сөзіне мән бермейді. Джихан анасына, қонақ үйде келеңсіз жағдай болды. Сол тірліктермен жүріп қалдық дейді. Зейнеп қыздардың сындырып лақтырып тастаған заттарын ауладан тауып алады. Зейнеп бөлмеге келсе, Кадір ұйықтамай киімдерін жинастырып қояды. Кадір айтады: Севим ханым, әпкең келсе, екеуің де бұл үйден кетесіңдер деді. Зейнеп: сен соған сеніп қалдың ба? Жоқ, бізді ешкім шығара алмайды. Серхат бейдің өзі де дейді Зейнеп. Кадір: Серхат бей ашуланып кеткен еді, маған ұрыспай ма дейді. Зейнеп: жоқ, мен тұрғанда саған ешкім тиісе алмайды деп құшақтайды. Ертеңгісін Серхат қыздармен сөйлесіп, неге ұрысып қалдыңдар деп сұрайды. Елкем: сен неге өзгеріп жүрсің, әке? Соны айтшы дейді. Серхат: қазір бір тірліктерім бар, соны бітіре алмай жүрмін дейді. Кадір Хаялға бутерброд жасап береді. Сабақты жейсің, сонда менің жақсы жұмыс жасайды дейді. Хаял Кадірге: сен өте жақсы қызсың, бірақ мен жей алмаймын, қарным аш емес. Салмақ тастаймын деп анама уәде бергем дейді. Севим ханым Зейнепке: Серхат саған үйленбейді. Берак комада жатқанда Серхатқа жылулық керек деп сен соның жанынан қалмайсың. Шамалы бері қараса, қойнына да кіріп алатын сияқты ойың бар дейді. Зейнеп: жетер, қазір өзімді Серхат бей үшін әрең ұстап тұрмын. Әйтпесем жауабыңызды қайтарар едім дейді. Беракқа қара, сен дәл сондай мінсіз әйел бола алмайсың, Берактың тырнағына да татымайсың дейді. Зейнеп: дұрыс айтасыз, мен ешқашан Берак сияқты бола алмаймын дейді. Джихан Азраға: Серхат жанды жарақаттап алды, қазір ауруханада дейді. Олар бір мәселеге ерегесіп, әкемнің тапаншасынан байқаусызда оқ атылды дейді. Бірақ анама ештеңе айтпа. Бүгін үйде боласың ба дейді Джихан Азрадан. Егер ауруханаға баяғы ғашығыңның жағдайын сұрауға барсаң, аямаймын. Азра: қанша рет айтам, ол менің ағам сияқты дейді. Джихан: мен ешкімге сенбеймін, тек ақымақтар ғана сенеді. Серхат сияқты дейді. Азра: не болды ағама дейді. Ештеңе, саған қатысы жоқ. Сен уайымдасаң, шекеңе әжім түседі, ал әжім маған ұнамайды дейді. Азра жанды уайымдап қалады. Зейнеп Серхатқа: кешегі қыздардың сынған ойыншығын ауладан тауып алдым деп, жаңасын алып бере салыңыз деп хабарлама жазып жібереді. Серхат: жарайды, айтсаң болды ғой дейді. Серхат жанға келеді. Сенің алдында кінәлімін. Тек жаралағаным үшін ғана емес, сені опасыздық жасадың деп балағаттадым. Бірақ сен де менің алдымда кінәлісің дейді. Сен қаншама жыл бойы Берактың лас тірлігін біліп маған айтпадың. Неге? Серхаттың намысы жоқ деп ойладың ба? Серхат қалай опасыз жасаған әйелмен бірге жүреді деп ойладың? Серхат қатты оқып: қандай құпия бауырының намысынан артық деді. Джан: бұл құпияны айтпауымның себебі бар. Оны да айтпаймын. Ренжіме, ештеңе айта алмаймын дейді. Джихан мен Зейнеп әлгі номермен сөйлескен адамға келеді. Джихан келе салып жұдырық беріп: айт, Беракпен арақатынаста болдыңдар ма дейді. Сенің телефоныңды таптық, қазір Серхатқа айтам. Қаршадай қызды біреудің қолына қалай беруге дәттерің шыдады дейді. Жібер, тоқта, бәрін айтам. Иә, онымен сөйлесіп тұрдық, бірақ мен оның қызының әкесі емеспін. Оны алғаш рет Чаталжада көрдім. Таксиден түскенде құжаттарын қалып кетіп, артынан берейін деп едім, ол естімеді. Сол кезде ауруханаға барып бергенде танып біліп алдым дейді. Зейнеп: өтірік айтпа, сендер күніге сөйлесіп жүргенсіңдер. Әлде бопсаладың ба сонда дейді. Иә, біраз қаржы жағынан қысылған кезде бопсалап ақшалып отырғаным бар дейді. Джихан: сенің сөзіңе кім сенеді деп 5-6 шашын сынамаға тапсырамын деп жұлып алады. Иә, тексерте бер, бәрібір мен қыздың әкесі емеспін дейді. Зейнеп Кадірдің әкесі бұл кісі емес екеніне көзі жетіп сыртқа шығып кетеді. Джихан: тоқта, біз бұлай келіспедік. Неге келе салып жұдырықтадың? Біз бұлай келіспеген едік қой дейді. Джихан: енді сыпайы түрде сөйлессем шындыққа жанаспас еді. Мен берген ақшаны үнемдеп жұмса, бұдан кейін бермеймін дейді. Сонда сен ба, Берактың ашынасы? Ақымақ деп Джихан келіп тағы да сазайын береді. Ағама мен олай жасамаспын. Сонда мына қойылым не үшін болды дейді. Джихан айтады: мен ағамның ол адамды білмегенін қалаймын. Қолын қанға былғамасын деймін деді. Серхат Берактың қасына келеді. Серхат: мен Жан ағамды өлтіре жаздадым. Берак, сен мені осындай халге жеткіздің деп Серхат аппараттарды суырып жұлып тастағысы келді, бірақ дәті бармады.
Зейнеп Эбруға хабарласады. Эбру, әпке сағындық қой сені, қашан келесің дейді. Зейнеп, Кадірдің әкесін таппайынша жаным тынышталмаз. Туған күн кешіндегі алған сынаманың ешқайсысы сәйкес келмеді. Эбру, Серхат бейдің екі ағасы бар еді ғой, яхтадағы тұратын емес. Джихан ба, соның сынамасын алып көрмедің бе дейді. Меніңше сол болуы мүмкін. Зейнеп, жоқ, ол өзі де сынамасын алуға ұсынған, ол емес. Ол да Кадірдің әкесін табуға атсалысып жүр дейді. Айтпақшы, Севим ханым үйін жинауға адам керек деп еді. Көрші Түркан әпкеге айта салшы дейді. Зейнеп, анама берші сөйлесейін дейді. Анасы айтады, Серхат бей адвокатын жалдап фурганды шығарып берді дейді. Зейнеп, сен айтты деп ойладық дейді. Зейнеп, иә, мен тек болған жағдайды ғана айттым, бірақ өтінген жоқ едім дейді. Бір жағынан Зейнеп қуанып қалады.